және эпитерапияның тиімділігі мен нәтижесін айтатын боламын. Бұл суретте көріп отырғандарыңыздай біздің орталығымыздың орталық залы және біздің миссиямыз бар орталықтың. Біздің миссиямыз ерекше балалардың қабілетін ашу және оны әлеуметтендіру. Бұл орталық залда біздің миссиямыз тұр, лозунг тұр, біздің логотипіміз тұр және басшымыздың, ерекше балаларымыздың алған жүлделері тұр көрсетілген суретте. Және де бізде айдың үздігі бар мамандардың арасында бір категориялар бойынша айдың үздік мамандарын аламыз. Ол немесе бір адам болуы мүмкін, немесе 3 адам болуы мүмкін. Сонда ата-аналар білу үшін осылай орталық залға ілініп тұрады. Және орталық залда осы жерде ата-аналар өздерінің балаларын күтіп отырады, сол уақытта бос отырмасын деп, осындай біздің арнайы кітапшаларымыз тұр. Және кітапшалар 3 ай сайын өздері жаңаланып отырады. Бұл біздің көрсететін қызметтеріміз жеке және топтық сабақтарға бөлінеді. Қай сабақ болса да біз кешенді дамыту сабақтарымен жұмыс жасаймыз. Соның ішінде эпитерапия, логопед, африка және арт-терапия және жастық бөлме. Және 6 арнайы жасақталған біздің бөлмелеріміз бар. Қазір сонымен таныстыратын боламын. Мынау біздің африка залымыз. Осы жерде балалардың түрлі жаттығулар жасайтын болады. Соның біріне тоқтала кетсем, бұл жерде бізде баскетболдың концерті тұр және уақытты қоямызда балаларды дәлдеп секіріп тұрып, дәлдеп лақтыру үйренеміз. Бұл балалар үшін бір уақытта 2 жаттығуды біріктіру арқылы жасалатын нейрогимнастикалық жаттығулар. Келесі бөлмеміз біздің логопедтің бөлмесі. Жаңа айтып өткендей, бізде тек қана жеке сабаққа емес, топтық сабақтарда осы жерде балаларымыз дайындалады, дамытылады. Және бұл жерде арнайы массаждарымыз да бар, логопедтер жұмыс жасайтын айна да бар және компьютерлік деңгейде. Келесі бізде арнайы бөлме, бұл арт кабинеті. Бана миссиямызда айтып өткендей, біздің миссиямыз балалардың қабілетін ашу. Және осы жерде біз ерекше балаларымыздың ішінде арнайы сурет қабілеттері жақсы, шығармашылығы жақсы, сурет салатын балаларымыз бар. Және ол балалар арнайы халықаралық байқауларға қатысып жүлделі орындар алды, бірінші орын және иегерлері. Соның ішінде бес кофейнасына сіздер көріп жүргендерге стаканчиктер сыртына сурет салады, әртүрлі жазулармен. Бұның барлығы біздің ерекше балаларымыз жасайды. Келесі бізде жақсы бөлме арнайы жабдықталған, табиғатпен байланысу, табиғатпен танысу, ең бірінші басты назар аударатын жақсылыққа төселген. Бұл жерде балалардың кәсіби шешу, қарапайым өз-өзіне қызмет көрсету дағдыларын қалыптастырамыз. Соның ішінде әскери шешіп, тері арқылы сезініп қабылдауы бактерияға, миға жақсы көмектеседі. Одан кейін гүлдерді көріп тұрсыздар арнайы. Бұл гүлдеріміздің барлығына балалардың ұсақ моторикасына жақсарту барысында балаларға үлгі су шашады. Ол да бір дағды деп айтсақ болады балалардың дамуына. Және де топырақтардағы баланың топырақты ұстап көреді, құрғақ па немесе ылғалды ма, су құю керек па, әлде құймау керек па. Оны да бала сезініп айтып түсіндіру керек болады. Және мына жерде көрсетілген балықтар мен папугайлар бар. Бұл баланың эмоциясын дамытуға, баланың қарапайым балаларымызда эмоция көрсету болмайды көбінде. Ал бұл жерде кейбір балаларымыз вау деген сияқты эмоцияларды білдіреді және санайды, түстерді ажыратады, балаларға қызықты ең ойын терапиясы айтсам болады және оларды тамақтандырады. Келесі сенсорлық интеграция жабдықтағы кабинетіміз арнайы шетелден алдырылған качелялар. Бұлар әр качеляның өзіндік қызметі бар атқаратын, тепе-теңдікті сақтауға, вестибуляркасын дамытуға. Бұған кез келген бала барып отыра алмайды, тек қана маманның көмегімен ғана жасаймыз. Және де ең шетте көргендеріңіз гречка салынған, ол ыдыстың ішінде. Дәл солай тактильный дағдысын қалыптастыруға балаларды да сол жерде дамытамыз. Бұл Джаспер кабинетінде ең басты балалардың көбіне ойнау, ойыншықтың функциясымен ойнау нәрселері көп балаларда болмайды. Сол себепті осы жерде рөлдік ойындар, сюжеттік ойындар. Мен дәрігермін, кейбір ата-аналар болады, менің балам дәрігерге
тағы да басқа нәрселер айтады. Осы жерде балалармен рөлдік ойындарды ойнатамыз. Дәрігерден қорықпау керектігін, өздеріне ақылатты кіргізіп, кейбір балаларымыз болады киім кимейтін, жаңа киімді киюге қорқады. Біз де соның барлығын дағдыларды үйретеміз. Менің негізгі тақырыптарымның бірі бұл ибитерапия. Ибитерапия бұл қолданбалы мінез-құлық. Көбіне бізде қате ұғым бар. Бұл дрессировка деп те айтады. Бұл енді қазір сізге түсіндіретін боламын. Жалпы ибитерапия дегеніміз не? Ибитерапия аутизмі бар балаларға ең кең таралған, яғни ғылыми негізделген әдіс болып табылады. Және ибитерапия ең тиімді болғандықтан қазіргі таңда дамуында деңгейде шешелісі бар балаларға да қолданылады. Статистикаға қарайтын болсақ, 2015 жылы 5000 баланың біреуі аутизм дертіне шалдыққан болса, ал қазір 2020 жылы 30 баланың біреуі аутизм. Және бұл аутизм өмір бойы сақталатын нейроқабілеттілік бұзылыс. Және аутизм қыз балаларға қарағанда 4 есе жиі ұл балаларда кездеседі. Осылай айтқан тұжырым жасаған танымал американдық дәрігер-невролог және ғалым Маргарет Бауман. Ибитерапияны қандай мамандар жүргізе алады? Көбіне естіп жатамыз, ибитерапия маманымын дейді. Ал ибитерапия маманының міндетті түрде модулі болуы керек, және де куратор мен супервизиясы болуы тиіс, міндетті. Бұл біздің орталықтың халықаралық Экисмарт академиясынан аяқтаған сертификаттарының дәлелі. Келесі бізде Ивар Ловас, норвегиялық америкалық психолог. Бұл 1980 жылы ибитерапияның енгізген именно классикалық түрін. Ал қазір 2000 жылы ибитерапия Ловас әдісінен заманауи ибитерапияға өзгерді. Себебін айтсақ, Ловас әдісі қазір көп жасөспірімдерді көреміз және бізге келеді орталыққа. Оларда мынандай көп болады, қиын мінез-құлқы, поведениясы өте қатты. Кейбіреулердің қолдарында тау болады. Ондай балаларды көрдіңіздер ме? Көрген жоқсыздар ма? Ерекше жасөспірім балаларды. Қолдарында таулары бар, ол жайлы балаларды ешқайда апармайды. Мысалы, бізге бір ата-ана алып келді, қолдарында тау дегеніміз тістеп қара тау сияқты шығып тұрады, өте күрделі. Ол өзінің агрессиясын көрсеткен кезде тістеп қолын өзіне өзі осылай тау сияқты етіп қара нелерді шығарған тістеу арқылы. Себебі Ловас әдісі бойынша жұмыс жасаған балалар жас шағында түрлі қиын мінез-құлық көрсетеді. Ал Ловас әдісі именно подкрепление позитивті кезде аз пайдаланған әсерінен қазір теріс мінез-құлық пайда болып тұр. Ал енді қазір ибитерапия гуманный подходқа ауысуда. Қазір балаларды дрессировать етпейміз. Қазір балаларды былай жаса демейміз. Баланың қызығушылығына, ұнауына, оған не нәрсе ұнайды. Маман осының барлығын тілін таба алу тиіс. Андай емес, артынан қуып барып жаса, или бір нәрсе емес. Ол балалар бәрібір өседі. Сосын сіздерге агрессиясын көрсететін болады. Обязательно көрсет оны. Қазір сізден кішкентай болғасын, қорыққасын, ешнәрсе жасамай жүре береді. Ал ертең өсіп бастағанда, оны подкреплять етіп біреу жасағанда, онда сізге міндетті түрде агрессиялық түрлі қиын мінездерін көрсететін болады. Ибитерапияның бағдарламалары деп алсақ болады. ABLS-R, BB-MAP және ABLS. ABLS-те енді бізде гастриктер болса біледі, балаларды осы ABLS-R программасы бойынша тестілейміз. Ал біздің орталықта осы BB-MAP бойынша тестілейміз. ABLS бұл өз-өзінен қызмет көрсету дағдыларын тексеретін бағдарлама. Бұл жерде біз сіздерге түсінікті болу үшін BB-MAP бағдарламасының осындай чек-листін арнайы алып келдім. Ибитерапияны айтатын болсам, ол үлкен. Сіздерге оны қазір 20 минутта түсіндіру мүмкін емес. Сол себепті қызығушылық таныту үшін тек қана чек-лист арқылы түсінікті болсын деп алып келдім. Бізде бірінші ең жоғарғы қарасақ, баланың аты жазылады, туған күні жазылады, сосын баланың сол тестирование уақыттағы жасы жазылады. Бұл кезде бала 3-те болды ма, 6-та болды ма, бірінші тестированиеда міндетті түрде баланың жасы жазылуы тиіс. Одан кейін бірінші тестте бірінші тұрған балл, одан кейін число, сіз қашан қай күні тестировать еттіңіз, одан кейін сіз қандай түспен бояңыз. Қазір көріп отырғанымыздай бірінші тестирование сарымен дегенде бала осындай
өрістен, яғни дұрыс бағдарлама құрылып, сол бойынша жұмыс жасалған. Енді бірінші уровеньді түсіндіре кетейін. Бірінші уровеньде бізде бала 18 айға дейінгі норма баланың бағдарламасы тексеріледі. Екінші уровеньде баланың 36 айға дейінгі нормасы, ал үшінші уровеньде 48 айға дейінгі нормасы тексеріледі. Біздегі бала келіп тұрған жасы 3-те, көрдіңіздер ғой, жасы 3-те, сол кезде бізде маңызды деген нәрсе бұл просьба. Бала 18 айлық кез келген нәрсесі сөйлемесе де, ол мен ұстап болсын, сізге көзбен болсын, ол түсіндіру керек. Ал норма балада 18 айда бірінші шығатын сөзі, немесе ма дейді, бұл бейбей деген сияқты, онда болса да сізге түсіндіреді. Ал бұл балада маңды мүлде болмаған, тек қана қазір ата-аналарда еститініміз қолымды сүйреп алып келді, көрсеткен жоқ деген сияқты түрлі нұсқаулықтармен жасайды. Одан кейін тақт дегеніміз, тақт кез келген нәрсені затты айтуы. Мысалы, мама, обращение бастау, мынау алма екенін түсінуі, сіз кез келген нәрсені жеңіл көрсеткенде, ол затты ол айта алуы тиіс. Келесі поведение слушателя, бұл баланың түсінуі, қарапайым нұсқаулықтарды орындауы. Одан кейін визуальный восприятие көп балаларымызда көзбен көріп қабылдауы өте жақсы болады. Одан кейін бізде игровой деятельности именно бала ойыншықтың функциясымен ойнай ала ма? Қарапайым машинаның дөңгелегін теріс айналдырып, просто бұрап отыра ма, айналдырып, немесе ол машинамен ойнай ма? Ол жақты, ол киіндіріп, шешіндіріп, или әлде жасай ма, әлде нақтырып, қолын бір жаққа, аяғын бір жаққа жасай ма деген сияқты нәрселер. Одан кейін социальный навыки бала 18 айда басқа баламен ойнауға міндетті емес, бірақ сол баланың қасында отыруы, оған көзбен қарауы осы жерде тексеріледі. Одан кейін бізде имитация 6 айлық балаларда мен сияқты алақай үйретеміз. Қарапайым, пока, сау бол, привет деген нәрсені бізден қайталауы, мен сияқты жасауы, бұл имитация деп аталады, бұл соны тексереміз. Одан кейін эхореакция. Эхореакция дегеніміз, мысалы сіз айтасыз, мама айтшы, папа айтшы, биби деген сияқты эхоларды сізбен бірге қайталауы керек. Хотя бы му, балалар жануарлардың дыбысын айтқанды жақсы көреді, Одан кейін спонтанно вокальное поведение, біз бұл жерде өзі ойнап отырған кезде спонтанно дыбыстарды айту керек. Мысалы, айтсақ болады, машинаны отырғанда биби деген сияқты сол нәрсеге сай, немесе қарапайым оның а деп жылауы деген сияқты спонтанно дыбыстар шығарама. Осыны тексереміз. Енді екіншісін қарайық, 2001 жылы тексергенде расымен белгіленген балада бір жылда уже бала 3-ші уровеньге жетті. Бала 3 жаста болса да 18 айлық нормаға жетпеген, ал қазір ол баланың жасы өзінің жасына қуып жетіп келе жатыр. Сол себепті балаға бағдарлама құрғанда қайдан аламыз дейін, одан кейін не нәрсе деген сияқты сұрақ болмайды. Бізде уже дайын нені білу керек, 36 айлық бала нені білу керек, және уровень 3-те 48 айлық деп тұрғанымыз жас шағын 3 жас және 4 жас. Бұл жерде түсінікті шығар деп ойлаймын. Түсінікті болады ма сіздерге? Қызықтау программа болды. Енді мен тағы да бір қосымша слайд дайындадым. Барлық енді мен көп практикум семинарларға барып жүргенде мамам мынандай сұрақ қояды. Мен енді 6 жыл тәжірибем бар маман болғандықтан, поведениемен қалай жұмыс жасаймыз, поведениемен мектептердің мұғалімдеріне сұрақ келеді. Біз отырғыза алмаймыз, бізде осындай қиындықтар туып жатыр, тіпті орталықтың мамандары да айтады осындай сөзді. Сол себепті мен сіздерге мінез-құлық түрлерін айтқым келіп тұр, функцияларын, яғни мінез-құлық енді түсінікті шығар, тоқталмай кетсек, поведение түрлері, функциялары балалар жасайды. Тек балалар емес, ол поведение түрлері бізде де болады. Бұлар за внимание, избегание, доступ к желаемому, самостимуляция. 4 түрі бар. Избегание. Сіздермен айтайын мысал ретінде, жұмыс сіздерге күрделі береді. Сіздің деңгейіңізде емес. Сіз түсінбейсіз ол нәрсені. Бірақ сізге ертең алып кел, ертең бір нәрсе жаса деген сияқты бір нәрсе айтады. Ал сіз ол күні бармас үшін түрлі сылтаулар айтасыз. Түрлі. Білмеймін себебін енді. Мен ауырып жатырмын, мен мынандай нәрсе болып қалды деген сияқты сылтаулар мың түрлі көп.
Ал бұл жерде балаларда қалай болады? Балалар сізге айта алмайды. И поэтому олар не істейді? Агрессия көрсетеді. Сізді тырнауы мүмкін, сізді ұруы мүмкін, сізге білмеймін түрлі нәрселер жасайды, өзін тістеуі де мүмкін. Бұның барлығы баладағы деңгейіндегі емес программа, немесе күрделі, немесе өтірік айтыңыз деген сияқты. Балалар сабақтан қашу, избегание. Баланың поведениесі не үшін екенін, антецедент не тудырып тұрғанын міндетті түрде білуіміз керек. Келесі со внимание. Бұл енді бізде де болады, әйел жақтарымызда да болады. Жолдасымыз внимание бермей қалған кезде ұрыс шығарып, бір нәрселер баяғы өтіп кеткен нәрселер не істейміз, есімізге түсіріп тиісіп бастаймыз. Ол бізге внимание жеткіліксіздігі. Ал ерекше балаларда қалай болады? Ерекше балалар, мысалы, мен сізге бір мысал айтайын, апай қарамай отырғанда тұрып кетеді орнынан. Немесе кілемнің астына ата ойыншықтарды салып тастайды, потому что оның аты айтылатынын біледі. Мысалы, айнам көз тұр, орнына отыр, или салма деген сияқты не істеп жатыр оған? Істеп жатыр. Внимание беріп жатыр, ол за внимание жасап жатыр. Ол закреплять етіп қалатын болса, онда уже ол бала келесі тек сізге емес, басқа мұғалімдерге жасай бастайды. Келесі достық желаймын, бір нәрсені алмай қоймайтын адамдарды айтады, балаларды айтады. Мысалы, бізде дүкенге барғанда көреміз, чипсы алып бермесен шалқасынан түсіп жата қалады, и жұрттан ұят болмасын деп бір чипсы алып береміз, вы закрепляете. И келесте уже ол біледі. Мен қазір мамам жерге жата салсам, болды, қазір істейді, алып береді деген секілді, Келесі самостимуляция, бұл стим. Бұны тоқтатып керек емес. Балаларда неге дейміз? Балалар ол солай тынышталады, біз де солай тынышталамыз. Стимуляциядан, стимнен қорықпаңыздар, мамандар, ата-аналар. Олар солай демалып жатыр. Бізде де демалыс болады. Ол қалай? Мысалы, мен қазір осылай жүре телефон сөйлесіп жүре беру мүмкінмін. Бұл да стим береді. Немесе отырып аяғымды былай қозғай беремін, күшкін айналдыра беремін. Бізде де бір нәрсенің қалыпты, күнделікті бір нәрсе қозғалыс бола берсе, бұл стим. Ал ерекше балаларда бір жерден айнала беру, бір нәрсені қарап отыру, оған біз басқа бос уақытында дағдыны қалыптастыруымыз керек. Артқа кетейік. Бұл жерде именно антецедент поведение последствий не болып тұрғанын анықтау чек-листі. Поведение жазамыз. Бала себепсіз жылады. Оған тудырып тұрған не, оның алдында не болды, соны жазу керек. Сосын оның последствиясы қандай болды? Міндетті түрде сонда біз поведениенің қандай түрі екенін анықтай аламыз. Поведениенің қай түрі? Дүкенде бала жылап, айқайлап, ата-анасына ойыншық сатып алуға итермелейді. Достық желаймын. Бала тоқтамай айнала береді, немесе әйткеншекпен ұзақ тербеледі. Адам өзін ауырып қалғандай көрсетеді, себебі бұрын науқас кезінде оған барлық қамқор болып көңіл бөлген. Оқимыз. Оған барлық, за внимание, оған барлық қамқор болған. Оқушы емтихан алдында ауырып қалғандай болып, мектепке бармайды. Соңғы слайдқа қоя қойсын. Терапияның тиімділігі, біз модульді арнайы оқысақ, және де біз арнайы куратормен, супервизиямен жұмыс жасасақ қана нәтижелі болады. Ал мен бір жерден видеодан көріп алып, ибитерапия маманымын деп айту өте үлкен қате. Соңғы слайдқа, Альмира. Біздің ибитерапияның тиімділігін түсіндіре алдым деген ойдамын. Және осы біз 6 жылдық орталығымызда тәжірибесі 6 жылда 200-де жуық бала мектепке барса, ал 1000-ға жуық бала бақшаға жолдамалды. 500-ге жуық бала қалыпты даму көрсеткішіне жетті. Тамаша, керемет. Қандай сұрақтарыңыз бар, қандай ойларыңыз бар? Жасап келе жатсың, Арайлым Батшанқызының тәрбиесін көрдің. Осы 2019 жылы орталық ашылған кезде Атыраудағы ең алғашқылардың бірі ол осы аботерапия ИБИ-дің жалпы методы, сол әдісті қолдандыңыздар. Жалпы мен бүгін акцент қойғым келеді, осы мектепте, жалпы орта мектептерде қызмет жасайтын ұстаздар бар. Ол кісілер кейбіреулері ИБИ-ді білу мүмкін, кейбіреулері білмеу мүмкін. Жалпы ИБИ-ді мектеп жағдайында қалай қолдануға болады, қолдануға болмай ма, немесе ИБИ тек ерекше балаларға арналған ғылыми әдіс пе, барлық балаларға қолдана беруге бола ма? Жалпы ИБИ-дің тиімділігін мектептегі балаларға, ерекше білімді жететін балаларға қалай қолдануға болады? Сол туралы кеңірек айтып жіберсең. Мектепке барады, бізде ата-аналар айтады, мектепте
біздің арамызда алтын көпір болуы керек. Мектепте куратор болса, педагог ассистент бірлесе жұмыс жасасақ, міндетті түрде нәтижеге жетеміз. Бұрын классикалық жаңа айтып жатырмын, классикалық аутизм қолданса, қазір мамандық, қазір бала сабаққа кірмеймін десе, оған түрлі тәсіл тауып жүрегіне жол ашуға болады, сеніміне баланы кіруге болады. Бірақ баланы заставлять етіп жасауға болмайды. Ол сіздің ертең өскенде жасөспірім шағында қиын әртүрлі мінез-құлыққа ұшырайды. Қазір ондай балалар өте көп. Сіздерде мысалы бағана айтып жатсыз ғой, Бибиман бойынша тестирование өтеді ол балаға, жалпы жоспар құрылады деген сияқты. Сосын біз күнделікті толтырып тұратындарымыз бар. Бала сіздерден мысалы 3 ай болсын, 6 ай болсын жаңағы алфа-терапиядан өтті. Бірақ ол бала енді басқа ортаға или көшіп бара жатыр деген сияқты. Бірақ или әлі аяқталған жоқ ол балада. Сіздер ол бала кетіп бара жатқанда жалпы қолына қай деңгейде екендігі туралы берілемін. Жалпы ерекше аутизм бар балаларда енді кейбірде жасағанда белгілеп сіздер яғни бір картиналарыңыз бар да, оның стимуляциясы қай ойыншыққа не деген сияқты да, бәрінде яғни осы келесі маман сол тоқтап қалған орындан ары қарай жалғастырып кету үшін сіздер ақпарат бересіздер ме ата-ананың қолына, міне осындай деңгейде өтті, осы жерде мынау мотивация, мынау ойыншыққа алданады, осындай коробканы жалпы қолына беріп жібересіздер ме ата-аналар, не беріп жібересіз? Потому что баланың уақыты кетпеу үшін және ол маман себебі ол аутизм бар ерекше бала деп айтып тұрғаннан кейін де ол апайға үйрену үшін де оның уақыты кетеді. Ол апай баланы зерттеу үшін де уақыт кетеді. Бізде бәрі уақытпен шектеледі ғой енді. Сол маман, сол себепті ол маман уақыт жоғалтпай, баланың да уақытын алмай, өзінің де уақытын алмай, ары қарай қай жер деңгейде қалды, содан ары қарай жалғастырып кету үшін не ұсынасыздар? Біз программасын бере аламыз. Албай ата-ананың қолына біз программаны ұстатып жібере аламыз. Программасын жазып, чек-листі ол отдельно, программасы отдельно жазады. Егер де ата-ана баратын орталығының второй модулін растайтын болатын болса, одан растайтын, онда береміз әрине. Ол жерде ол ешқандай қиын емес. Сіздер іздеген орталық ең біріншіден қуаныштымын. Ашық осы жаңағы күшті қолданысқа алып кетіп жатқандарыңызға өте керемет методика, ол енді пилотный не ретінде Астана қаласында да осы университеттерде қосылып жатыр, биылдан бастап да. Просто шетелде солай екен да, ол маман, ол адаптация болатын ясный нәрсе. Просто маманға ояқтарда мысалы коробкой мотивация, жаңағы стимуляция, мысалы осыған тынышталады, осы ойынша міне деген сияқты, именно бұл жерде мен сіздерге андай естеп жатыр, просто ұсыныс сондай бағытта да қалай болады деген сияқты келесі неде. Егер бала тоқтатып, ата-ана міндетті тоқтатар алдында басшылыққа кіреді. Көп кезде біз сұраймыз, сіздер қалай істейсіздер, алдағы уақытта қалай болады. Көп кезде ол кісілер второй модуль, первый модуль бар десе ғана біз олардың қолына беріп жібереміз. Ал былай ол кісі бәрібір түсінбейді, оқымаған кісі чек-листімізді, біздің программамызды. Ал общий кешенді біз мысалы несіне береміз, БМК-ға барар кезде міндетті түрде полный баланы анамнезі басылады. Көп жерде айтқан ақпарат қой, имитация бойынша, мысалы, соңғы протоколдағы методикалары қазір бармайды деген секілді. Сіз қаншалықты ебенің орындарын өзгертіп отырасыздар, протоколды өзгертіп отырасыздар ма, сол туралы Біз жыл сайын, ай сайын мамандарымыз өзімізді артырған кезде